Сәлем достар, сіздермен бірге Асылбек Нариман және Супер Қазақ жарнасы. Бүгін бізде Dream Liga ойынына алғашқы видео. Бүгін бізде кәдімгідей ойын ойнамай тұрып, кәдімгі настройкке көрсетіп жіберемін. Настройк дегенде өзіңіздің командаңыздың атын өзгертуді, және де басқа. Короче, мой клубқа кіреміз, және де настройка команда дегенде басаймыз. Изменить лотил дейді. Короче, осындай өзіңіздің каналы. Изменить название команды дейді. Мен қазалы пестейміз. Өзіңізді қалағаныңыз жазасыз, және де подтвердитті басасыз. Подтвердитті басқаннан кейін болды өзі шығады. Изменить игрок. Короче, бұлар бұның қатысы жоқ. Хорошо. Короче, достар, бітеміз сосын. Изменить форму деген бар. Оны форму дегенде үстінде киім, дом. Оп. Осындай сәт болсақ. Изменить форму. Неге сохранить деген шығып қойдыр. Короче, осылай өздеріңіз білесіздер. Алмастырасыздар. Және де мына стадионды өзгертуге қазалы пес стадион. Короче, посмотреть. Хрен. Жақсы. Отмена. Короче, кез келген жерін басам түсінде ма? Стадионның қапталын бассақ. О, керемет. Осындай да болады. Короче, осындай бағасы бар. Өзінің сосын алуға болады. Ең бірінші ойынды бастаған кезде сізге өте көп ақша береді. Мысалы 1000 теңге. Мен үшін көп та, короче. Сосын адам сатуға болады. Осылай, осы жерден адам сатуға. Сосын түсіндегі айта кететін жайт, мына жерден настройка. Короче, былай команданың аттарын, командада міне қызылдар атаковать ететіндер, жартылай қорғаушылар, сарылар, жасылдар, қорғаушылар, көкпардар. Сіздермен болған Асылбек Нариман және Супер Қазақ жарнасы. Арнаға жазылып лайк басып каналға, және де достарыңызбен бөлісеміз. Сау болыңыздар.